Еуропа Қазақстанға санкция саламыз деп ашық ескерту жасап отыр. Себеп біздің Ресеймен арадағы сауда. Брюссель Қазақстанды Ресейге тыйым салынған тауарларды жеткізуші көпір ретінде көрсеткісі келеді. Бұл жай қорқыту емес. Бұл біздің тәуелсіздігімізге жасалған саяси қысым. Бүгін осы тақырыпты толық ашып талдаймыз. Санкция деген не? Санкция бұл қару. Әскери емес, бірақ әсері ауыр. Ресейге 2022 жылдан бері 10 мыңнан астам санкция салынды. Бірақ нәтиже қандай? Ресей әлі күнге дейін соғысып жатыр, экономикасы толық құлаған жоқ. Енді батыс, егер Қазақстан көмектессе, соны да тоқтатамыз деп отыр. Яғни, біздің елге де соққы жасау ойлары бар. Неге Қазақстанды көздеп отыр? Біріншіден, география. Біз Ресеймен 7000 километр шекараласамыз. Логистика тұрғысынан кез келген тауар біз арқылы өтіп кетуі мүмкін. Екіншіден, сауда. 2022 жылдан бері Қазақстаннан Ресейге экспорт 25%-ға артқан. Әсіресе электроника, машина жабдықтар, қосалқы бөлшектер. Үшіншіден, саяси фактор. Батыс үшін Қазақстан Ресейдің одақтасы сияқты көрінеді. Ал біз үшін бұл көршіміз, экономикалық әріптес. Осыдан қайшылық туады. Қандай санкциялар салынуы мүмкін? Біріншіден, технологиялық санкциялар. Қазақстанға Еуропадан жоғары технология, чип, машина бөлшектері, өндірістік құралдар келмей қалуы ықтимал. Екіншіден, банк секторына қысым. Егер Қазақстан Ресеймен доллар немесе еуро арқылы операция жасауды жалғастырса, біздің банктерге шектеу қоюы мүмкін. Үшіншіден, транзитке тыйым. Қазақстан арқылы өтетін тауарларға арнайы бақылау орнатып, кейбірін тоқтатуы мүмкін. Төртіншіден, саяси оқшаулау. Санкция салынса, Қазақстанның Еуроодақпен әріптестігі нашарлайды. Бұл инвестицияның кетуіне, шетелдік компаниялардың қысқаруына келуі ықтимал. Қазақстанның қазіргі жағдайына тоқталайық. Біз теңгерім саясат жүргізіп отырмыз. Бір жағынан Ресеймен одақтасымыз. Екінші жағынан Еуроодақ Қазақстанның ең ірі сауда серіктесі. Біздің жалпы экспорттың 40% Еуропаға барады. Яғни біз үшін Еуроодақтың санкциясы ауыр соққы. Мысалы, 2023 жылы Қазақстанның Еуроодаққа экспорты 42 миллиард доллар болды. Оның ішінде мұнай, газ, металдар бар. Егер санкция жүрсе, осы табыс қысқарады. Ал Ресейден толық бас тартуда мүмкін емес, ол біздің ең үлкен көршіміз, әрі транзит жолымыз. Үлкен саясатқа келсек, ойын былай жүріп жатыр. Ресей батыстың санкциясын айналып өту үшін бізді пайдаланады. Батыс бізге қысым жасап, Ресейден алыстауды талап етеді. Қазақстан екі жақтың ортасында қалып отыр. Еуроодақ бізді бір қолымен жазалайды, екінші қолымен көмірімізді Ресей порттары арқылы алып жатыр. Бұл нағыз саяси екіжүзділік. Қысқасы, Еуропаның Қазақстанға санкция салу қаупі шынайы. Бұл біз үшін экономикалық соққы, саяси қысым, тіпті геосаяси ойынның жаңа кезеңі болуы мүмкін. Сұрақ мынау: Қазақстан қай жолды таңдайды? Ресейдің көлеңкесінде қалу ма, әлде Еуропаның талаптарына бағыну ма? Әлде өз мүддемізді қорғап, екі жақты да тепе-тең ұстай аламыз ба? Бұл сұрақтың жауабын уақыт көрсетеді. Ал сіз не ойлайсыз? Қазақстанға санкция салынса, бізге не істеу керек? Пікір жазыңыз, лайк басыңыз, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.